Елестетіп көріңіз. Қалада күшті жер сілкінісі болды. Кейбір ғимараттар қирады, жолдар жабылды. Қираған үйлердің астында адамдар болуы мүмкін. Құтқарушылар адамдарды табуға тырысып жатыр. Бірақ барлық жерді тексеру өте қиын және қауіпті. Осындай апат кезінде уақыт өте маңызды. Құтқарушыларға қауіпті жерлерді тез зерттей алатын құралдар қажет. Ал егер бұл жұмысты роботтар атқарса ше? Роботтар адам бара алмайтын жерлерге кіре алады. Олар кедергілердің арасымен жүре алады. Адамдарды іздей алады. Құтқарушыларға сигнал жібере алады. Сіздің миссияңыз құтқарушы робот құрастыру. Ойланып көріңіз. Робот кедергілерден қалай өтеді? Робот адамды қалай анықтайды? Робот құтқарушыларға қалай сигнал жібереді? Қиялыңызды және инженерлік ойлауыңызды пайдаланыңыз. Апат аймағын зерттеп адамдарды таба алатын робот жасап көріңіз. Сіздің роботыңыз қандай болады?